Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге қағаздан антистресс жасап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Оны жасау үшін бізге ең алдымен осындай шашы пішіндес парақтар қажет. Қазір біз осының әрқайсынан осындай жүрек пішінді жасайтын боламыз. Оны жасау үшін ең алдымен осылай X пішінді етіп бүктеп аламыз. Содан соң төрт ұшында дәл осылай жартылай етіп бүктеп аламыз. Міне біз бүктеп болдық, ал енді барлық бетін ашып, осылай қайтадан сол әрекетті қайталаймыз. Келесі әрекеттің барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Міне біздің жүрек пішініміз дайын болды. Дәл осылай қалған 7 парақты да істеп шығамыз. Ал енді бір-біріне жабыстыруға кірісеміз. Міне біздің қағаздан жасалған антистрессіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз.